Нәрестелердегі мұрын ауыз айналасының көгеруі бұл аналарды алаңдататын жағдай. Көбіне осы мәселемен аналар дәрігерге шағымданып жатады. Мұрын ауыз айналасының көгеруі екі түрлі себеппен көгереді. Біріншісі ол физиологиялық жағдайлар, яғни қалыпты көгерулер. Бұл кезде негізінен нәрестелерде мұрын ауыз айналасындағы майда артерия және вена қан тамырлары көптеп шоғырланып орналасқан және де нәресте терісі ересектерге қарағанда жұқа болғандықтан тері сыртына қан тамырлары анық көрініп тұрғандықтан мұрын ауыз айналасына көкшіл түс беріп тұрады. Екіншіден, баланың жылауы кезінде пайда болатын бұл көгерулер бұл жаңа туған нәрестелердегі өкпе жүйесінің ерекшелігіне байланысты. Бала жылаған кезде ағзасында оттегінің деңгейі төмендейді, соның әсерінен майда қан тамырлары, яғни капиллярлар кеңейеді, сондықтан жұқа тері арқылы айқын көрінеді. Медицинада бұл құбылыс өкпе цианозы деп аталады және денсаулыққа ешқандай қауіп төндірмейді. Және бұл нәресте жылауын тоқтатып, тынышталған кезде көрінбей кетеді, жоғалып кетеді. Бала өсіп, өкпенің жұмысы жақсарған кезде бұл симптом жоғалады. Келесі себебі емізу кезінде пайда болу. Бұл кезде балалар емуге күш жұмсайтын болғандықтан тері бетіне жақын капиллярлар байқалады. Еміп болғаннан кейін көгеру бірден жоғалады. Қалыпты жағдайдың төртінші себебі ауа температурасының төмендеуі. Салқындық. Бала жатқан бөлменің температурасы төмен болса, бала денесінің кейбір бөліктері, оның ішінде ауыз, мұрын, ішбұрышы көк түске боялуы мүмкін. Себебі балаларда денесінде жылу алмасу жүйесі әлі толық жетілмеген. Бала жылығаннан кейін тері қайтадан табиғи түсіне ие болады. Енді патологиялық жағдай, яғни қалыпты емес жағдайда мұрын ауыз айналасына ішбұрыштың көгеруі қандай себептерден болады? Бірінші, тыныс алу жүйесінің аурулары болса, мысалы, бронхит, пневмония, ОРВИ, астма, тағы да басқа аурулар кезінде болады. Яғни, ауа алмасудың бұзылуына әкелетін аурулар жатады. Бірақ көгерумен бірге бұл аурулардың басқа да белгілері болуы керек. Мысалы, температура, мұрнынан су ағу, ұзаққа созылған құрғақ жөтел. Патологиялық, яғни қалыпты емес көгерудің келесі себебі тыныс алу жолдарына бөгде заттың тұрып қалуы. Кішкене балаларда ең жиі кездесетін себеп. Бұл кезде бала қатты жөтеліп, көгеріп, тынысын жұта алмай қиналып жатады. Бұл жағдайда балаға дереу алғашқы көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақыру керек. Келесі себеп жүректің туа біткен ақаулары. Бұл кезде баланың ерні мен тілі бірге көгеруі мүмкін және балада ентігу болуы мүмкін. Диагнозы нақтылау үшін және уақытылы емдеу үшін баланың жүрегін УЗИ-ге түсіру керек, ЭКГ өткізіп және баланы кардиолог кеңесіне апару керек. Келесі себеп неврологиялық патологиялар. Көбіне шала туылған балаларда және ауыр гипоксиямен туылған балаларда жиі кездеседі. Және соңғысы түрлі анемияларда мұрын ауыз айналасының көгеруі болуы мүмкін. Егер де сіздің аймақтық дәрігеріңіз немесе педиатр балада ешқандай патологиялық жағдай көрмесе, бірақ балаңыздың ауыз, мұрын, ішбұрышы аймағы көгеріп тұратын болса, онда уайымға негіз жоқ. Бұл жағдайда тек балаңызды таза ауада көбірек серуендетіңіз, бөлменің температурасын 21-25 градустан асырмай ұстауға тырысыңыз. Және сәбидің көп жылап қалуына жол бермеңіз.